Міне қорғас шекарасының проблемасы. Мына жақта 9 есік ашып қойған тауарды бір-ақ жерден беріп жатыр. Қараңыздар, мұнша адамды тостырып қойған кеш деген батып тұр, қараңыздар. Мінекей, мына жақтағылардың бәрі жекеге, әркімнің жеке куәлігін алып, ақша жасап отыр. Бүтін елдің бәрі ақша жасап отыр, қараңыздар мінекей. Бәрі ақша жасап отыр. Ана, мына полкының ар жағында тұрғанның бәрі ақша жасап отыр. Қара, мына есікте тұрғанның бәрі ақша жасап отыр. Мінекей, қараңыздар. Міне, есікте тұрғанның бәрі ақша жасап отыр. Мінекей, бәрі. Ертең тиктоктан көрсін өздерін. Міне, көрбаңыздар. Мынау әділетсіздік. Мұншама нені неге ашып қойды? Қараңыздар. Мінекей, бірден 9-ге дейін ашқан. Міне 8-шіні әзір ашты, 8-шіні әзір ашты. 9-шіні бағанадан бері мұнша адамға 9-шы 9 бөл есіктен таратып тұр, қараңыздар. Мына әділетті ма? Қараңыздар. Мұнша адам деген қырылып таңертеңнен тұрған адамдар бар. Кім ақша береді, соныкін шығарып беріп жатыр. Мына ақшасы жоқ халықтар тұр, міне, отыр, күтіп. Мінекей, қараңыздар. Мінекей, бүттіл бәрі ақша жасап отыр. Ана есіктен кіру үшін ақшамен кіру керек. Тауарын тауып алу үшін. Мінекей. Өтіріп отырғандардың бәрі ақша жасап отыр. Балашаға бағып отырмыз дейді. Бір тауарын тауып алу үшін 2000-3000 теңге. Я сегодня прям такая злая, у меня, наверное, начался словесный понос, да? Вот, еще бы хотелось затронуть тему, то, что наши пенсии и налоги берут без нашего спроса, да? Типа, деньги не должны залеживаться, они должны инвестироваться. Какого черта Эйр Астана берет наши деньги? Деньги пенсионеров. В какой оборот берут? И так-то билеты стоят, я скажу, немалых денег. То, что есть у вас затраты, у вас ваши ремонты или еще что-то там, это ваши проблемы. Почему это должны быть проблемы народа? Государство пусть обеспечивает все это. Почему народ простой должен страдать? Почему эти же деньги пенсионные пенсионер не может снять и вложить в какое-то дело? Почему эти деньги пенсионные вы с государства можете брать, куда-то инвестировать? А мы, простой народ, мы свои деньги не можем взять и не можем инвестировать никуда. Еще неизвестно, доживем мы до этой пенсии или не доживем. И вообще, как вы будете возвращать эти деньги? Опять же народу, с наших же денег, с нашей же казны? С народа собирать? Опять по штрафам? Опять возьмете с пенсионного в долг и опять вернете эти же деньги? Почему вы берете эти деньги беспроцентно? Если вы берете с пенсионного, если вы вкладываете и инвестируете, то значит вы должны возвращать это с процентами. Если простой человек идет в банк и берет под займ какие-то деньги, он возвращает с процентами. И то проценты бешеные. Так государство тоже пусть оплачивает какие-то проценты, вносит вклад. Он же инвестирует, он же с этого имеет доход, прибыль. Я вообще в шоке. Если бы мне хоть одного депутата вот так привели бы, я бы ему в лицо плюнула бы. Как можно не думать о том народе, который они сами же грабят? Они не должны грабить. Вы не должны грабить свой народ. Вы должны в него вкладывать. Вы должны помогать своему народу. Казахстан должна быть вообще единственной той страной, в которой нет ни налогов, ни штрафов, где народ должен жить хорошо. Потому что есть все ресурсы. Золото, нефть, уголь, газ. Все есть у нас в Казахстане. Но нету справедливости никакой. Будет справедливость только в том случае, когда депутаты начнут жить на минимальную зарплату 85 тысяч тенге. Только тогда они почувствуют разницу того, как живет их народ и голодает. На базаре торговать нельзя, штраф.
налоги сразу начинают, выгоняют с мест. Да что за херня вообще происходит? Слов нету, одни кошмары уже. Қашанғы сора бересіңдер, қойсаңдаршы болды ғой. Мына министрлер халықты вообще ойламайтын сияқты. Бұл Қазақстанның азаматтары ма өзі? Қазақтың балдары ма? Кеше бір министр шықты, ақылы жолдың бағасын көтереміз деп. Көкелер бірінші ақылы жолдарын жөндеп алыңдар. Бүгін тағы біреу шықты, Қазақстан темір жолының басшысы. Біздің вагондардың бәрін жаңартуымыз керек деп. Ол кімнің счетына жаңартады? Әрине, біз бен сіздің счетымызға жаңартады. Одан кейін шеке шылтырап мына министр шықты, қарапайым қара судың бағасын көтерем деп. Қашанғы сора бересіңдер қарапайым қазақты? Қазақ үшін не істеп жатсыңдар сендер өздері? Халқымыз болсын деп не істеп жатсыңдар? Қиналатын қасқы сорлы қазақ. Штрафтардың сандары деген 6 ай сайын өзгертіп тұрасыңдар, МРП-ларының бағасын өсіріп. Сосын сызықта бастың, жолақта бастың, көшеде шемішкі шақтың деп бәрін аңдып, штрафқа тығып отырасыңдар. Халықты қалнаудан басқа не білесіңдер сендер? Айналайындар, сендер емес қой сол халыққа болысып жатқан. Қарапайым халық өзді-өзі болысып жатыр. Үй керек па, өздеріміз жинап үй алып береміз. Жетім жесір жоқшылық көріп жүр ма, таршылық көріп жүр ма, халық болып жинап соның жақсылығын жасаймыз. Сендер не істедіңдер өзі? Сендер осындай миллион жинап алып отырсыңдар, осындай миллиардтар жинап алып отырсыңдар. Не істеп жатсыңдар халыққа? Қарапайым халық баспана алып береді, ауырып жатқан балаларды шетелге емдететінді қарапайым халық өздері жиналып. Сендер вообще не үшін керексіңдер бізге? Егер қарапайым халық сізбен бізді ойламасаңдар, не үшін керексіздер? Кеше ғана қуыршақ депутат сымақтарыңыз қайда? Біреу журналист, ойбай, ертең мен деген барғанда ащы шындықты шырылдатам дейтін. Кешіндегі сайраған Ренат Зайтовтарың қайда? Ойбай, дәулеттенеміз дейтін дәулет тендерің қайда сендердің сайрап қойған? Жылы кіршілік отырғаннан кейін үндері шықпайды ма? Шықпайды ондайлардың. Қазағым естерінде болсын. Қазақ үшін шырылдайтын, қазақ үшін терлейтін депутат сымақ, министр сымақ әлі келген жоқ. Сол баяғы қуыршақтар өз рөлін жақсы ойнап жатқан. Кеш жарық қазақ елі міне Тоқаев келгелі орыстарды емес, Ресей Федерацияның азаматтарын министр қылып тағайындап жатырды. Бұл дегеніміз біз толық союзное государство болдық. Егемендігімізден айырылдық. Өйткені қараңыздар, біз башқұрт татарлардан айырмашылығымыз жоқ. Бірақ айырмашылық бар. Башқұрттардан орыстар келіп, мынандай кен жерді алтын қазамыз деген жерге башқұрттар 5000 башқұрт шығып, Ресей компаниясына қазғызбады, қуып жерді башқұрттар. Екі үлкен кен шақты қазатын жер, алтын шығаратын жер башқұрттар бермеді. Ал Ресей компаниялары Қазақстанда алтын, сосын уран шығаратын жерлерді алып жатыр, бірақ қазақтар қарсы шықпайды, саясатқа араласпайды. Сондықтан егемендігімізден айырылдық. Енді жаңадан келген министрлер, тіпті мына Головкин келген, ол Головкин де қазақша білмейді. Сол ойлану керек қазаққа. Башқұрт құрылы бола алмадық та, башқұрттар айтты, бұл жерді біз қазуға бермейміз, өйткені табиғатымыз бар, ластайды. Бірақ біз үндемей беріп жатырмыз. Айырмашылығымыз сол қазақ пен башқұрттың. Сондықтан айта бермеңіз, ата бабамыз батыр болған, анау мынау, олар батыр болған. Бірақ өз тіліне ие бола алмаған қазақ, ол жеріне де ие бола алмайды. Ол өтірік сөз. Кіріп байқасын, орыстармен біз соғысамыз. Ал қаңтарда кірді, не істеді? Ол билік сатқын болса, әскер генералдар, олар бәрі де Ресейде оқып келген сатқындар. Сондықтан егемендікке күресі әлі алда. Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев қызметінен кетті. Яғни ол 9 жыл басқарған ұлттық олимпиада комитетінің президенті қызметінен алынып тасталды. Оның орнына орта салмақтағы экс-чемпион боксшы Геннадий Головкин келді. Жалпы Тимур Құлыбаев басқарған уақытта біздің спорттың қандай деңгейде болғаны, қалай болғанына
бәріміз куәміз, қандай олқылықтардың кейбір спорт түрлерінің әлсіріп кеткеніне де баршамыз куә болып хабардар болдық. Енді Тимур Құлыбаев 9 жыл басқарған уақытта миллиондаған долларлар мен миллиардтардың үстінде отырды. Бірақ нәтижеге, шынын айтқан кезде біз сонау 2000 жылдарда нәтижеге жете алмай қалдық. Енді Геннадий Головкиннен көп үміт күтіп. Мен кетіп баратқанда әрбір жігіттің компания кеткенде кездесемін мен. Сен хабарың бар ма одан? Мына жерде отырып қой кездесетін сен бар ғой, өзіңнің орныңды біл. Отырған жеріңде отырғаныңды біл. Отырған жеріңде Канал Мир всем доброй ночи. Хотелось бы с вами поделиться небольшой таблицей, согласно которой каждая семья в Республике Казахстан, имеющая транспортное средство, независимо от объема транспорта, тратит более 50 тысяч тенге в год из-за принятия закона о включении ближнего света в дневное время. Именно при включении ближнего света или дальнего света на транспортном средстве, согласно подсчетам, выходит, что в час тратится 100 грамм бензина. Если транспортное средство проезжает день 10 часов, выходит 1 литр. Умножаем этот 1 литр на 365 дней, выходит 365 литров. Я взял сумму в 200 тенге, умножил 365 дней на 200 тенге, вышло 73 тысячи тенге. Отнял от 73 тысяч 23 тысячи, пускай это будет выходные дни. Остается 50 тысяч тенге. 50 тысяч тенге каждый год, каждая семья, у которой есть транспортное средство, тратит на бензин. Именно из-за того, что включает ближний свет. Можете посмотреть в интернете статистику, и вы поймете, о чем я говорю. Я считаю, что данный закон нужно нашему правительству пересмотреть и отменить. Так как первое, сам лично проводил эксперименты, бывает, что человек идет, ему фаришь, он не отходит, пока ему не подашь сигнал. А о чем это говорит? О том, что инженеры намного умнее всех чиновников вместе взятых. Так как инженеры, делая машину, они еще и придумали сигнал. Далее я посмотрел статистику ДТП по всем странам, по всему миру за прошлый год. В основном все ДТП совершается в ночное время. Значит, фары не помогут, если они в ночное время ДТП совершают. В дневное время ближний свет никак не поможет избежать ДТП. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін міне 27 февраль 2024 жылы біздер мынау Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылдың тұрғындары тағы жиналудамыз. Мынау фабрика саламыз деген талатарларға істер амалымыз жоқ болып тұр. Оларға ешқандай фабрика салуға алған құжаттар жоқ. Бірақ бұлар жұмыс істеулерін тоқтатуда емес. Ал енді осыған біздің бармаған жер баспаған тауымыз жоқ. Енді сіздерден сұрарымыз, облыс әкімінің құзыры одан көмек жоқ. Ал енді район әкімінен көмек жоқ. Сонда мына ауыл тұрғындары кімге барып көмек сұрап, кімге арыз шағымызды айта аламыз. Ақыл кеңестеріңізді беретін адамдар болса, қай жерге шағымдануға болады, сол жағынан совет берсеңіздер. Біз әбден дымымыз құрып, шипамыз бітті қазақ ағайын. Енді бізде атыстан басқа амалымыз жоқ. Бірақ ат суға қолымызда тағы қаруымыз жоқ. Соқпармен шыққаннан бізден пайда жоқ. Қалың қазақ, сіздерден көмек сұраймыз. Бұлардың істеп тұрғандары мынау, күнделік таситындары жоқ. Бізге айтатындары, түгел шетінен айтатындары өтірік.
Бұларға не амал, не айлас дейміз ағайын. Айтарымыз сол сіздерден. Кеше сонымен бәріне технодом жайлы айтып жатыр да, телефонды алдың ба, сонымен не істедің дейді да. На самом деле оны алған жоқпыз достар. Просто бір ызаланған жерім, ол жерде маған бір бала ұқсап, жаңағыдай айфонға именно звуковой драйвер и видео драйвер жазамыз дегеннен уже ясно да, ана жерде жегізіп тұр да. Қара халықты, даже бізден үлкен кісілер барады ғой. Біздің өзім әке-шешем қаншама жақтан телевизор алады, ананы қосып жібереді, сонымен короче кредитқа алып ана жерге минустан болып шығады соң, кәдімгідей ше. Үлкен кісілер оны түсінбейді. Соны білсін деген ниетпен айтқан себебім достар, мен ол жерде өзімді көрсетіп жаңағыдай не істеген емес, просто өзімнің ашуыма тиіп кетті да, мені лох қылып жаңағыдай драйвер жазамыз деген, драйвер ноутбукқа жазады, кезінде болатын, ол и то бар ғой, Windows қондырып беремін, бүйтем. Еще олар адамды андай қылып айындырады ғой, сіз басқа жерден алсаңыз, ол дубайский болады, немесе китайский болады, бұзылып қалса ертең оны сіздерге ауыстырып бере ма дегендей қылып адамды айнытады да, короче. Жыл болды. Бұл баршамыз үшін де оңай емес. Сіздерді көріп, тіпті көзімізге жас алмай тұру бұл мүмкін емес. Мынау Назарбаевтың құрған жүйесі құлау үшін, құру үшін енді қанша қазақтың қаны төгілу керек дәл осы жерде. Қанша адам жазықсыз түрмеге қамалу керек. Қаншама адам, міне, қанша тіпті қаншама үй қаралы отбасы. Бұған бүкіл қоғам кінәлі. Қаншама азаматымыз азапталды, түрмеде отыр, әлі қамап отыр. Ал мына билік білгенін істеп жатыр әлі. Назарбаев әлі жүр тайраңдап. Бұл биліктің қателігі барлығы не болса да. Сіздерге көңіл айтамыз, не айтарымызды білмейміз. Бірақ тас түскен жеріне ауыр дейді ғой, жанымыз ауырып тұр. Мынау Тоқаевтың жүйесі, Назарбаевтан қалған билігі әлі күнге дейін халықты қысып жатыр. Әлі күнге дейін елім жерім деген азаматтарды түрмеге тоғытып жатыр. Шектеп үйден шығармай отыр. Бұл биліктің қорқақтығын көрсетеді. Осыдан тура 2 жыл бұрын қаңтарға, дәл осы алаңға бұл азаматтар өлеміз деп келген жоқ. Мынау Назарбаевтың жүйесі 30 жыл құрған билігі құласын, шынайы демократиялы тәуелсіз елге жетсе екен деп келді. Бүгін ереуіліміздің 75-ші күні әртүрлі үкімет басындағылардың, жергілікті биліктің құйтырқы әрекеттері тоқтар емес. Бірақ халықтың ауызбіршілігінің арқасында жеңіске жетеміз деген үміттеміз. Міне Бұрғылаудың жігіттері, Ералидің жігіттері келіп, қолдау көрсетіп, бірге екендіктерін білдіртіп кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Осындай ауызбіршілікте болсақ, алынбайтын қамал жоқ. Жемқорлыққа тоқтау қоямыз. Жемқорлыққа 100% тоқтау қайғы уақытта қоя аламыз. Осындай ауызбіршілікте бір-бірімізге көмек көрсете алсақ. Сәлеметсіздер ме қазақ елі? Мен Сармұрзаева Айткүл Бақытқызы. Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде Қазақстан Республикасының болашақ ұрпағын тәрбиелеуші және асыраушы жалғызбасты ана ретінде кәмелет жасқа толмаған әрбір балаға айында бір реттік 70 мың теңге қаражатпен қамтамасыз етулеріңізді талап етемін. Себебі кәмелет жасына толмаған балаларымыз жоқшылықтың кесірінен жандары құрбан болып жатыр. Ана, әке түнгі уақытта нәпақа табу үшін жұмысқа кетіп, жетпеудің кесірінен 5, 4, 3, 2 жасар бала үйде өртеніп өліп жатыр. Ол біздің Қазақстан үкіметіне өте үлкен сын. Құрметті үкімет басындағы мырзалар, бұл бізге 2-ші рет келіп жатқан сын. Жас отбасылардың, кәмелет жасқа толмаған ата-аналардың жағдайы өте нашар. Андай кепе үйлерде тұруы, баласының ондай кепе үйде өртеніп өлуі, бұл жоқшылықтың белгісі. Мысалы,
бұл біздің елге өте үлкен сын. Сол себептен мен ана ретінде, қазақ қызы ретінде, Қазақстанның азаматшасы ретінде, жалғызбасты асыраушы ретінде талап етемін. Әр бала 18 жасқа толғанға дейін айында бір реттік 70 мың теңге қаражатпен қамтамасыз етуді талап етемін. Сіз де талап етіңіз. 18 жасқа толғанға, кәмелет жасына толмаған баланы тәрбиелеуші аналар, сіз де талап етіңіз. Біз біргеміз. Что там говорят? Назарбаев с ума сошел, да? Говорят, теперь мертвые тела вытаскивают из-под земли, чтобы их суду предать. Чтобы живые люди, так сказать, боялись его, да? Назарбаева совсем крыша поехала. У Токаева она едет-то давно. А вот у Назарбаева после народных восстаний, после Жиановозена, совсем крыша поехала. Что там народ? Народовластие хочет? Фиг я кому отдам власть, сказал Назарбаев. Токаев здесь ни при чем. Токаев обычная кукла. Мебель, жихаз, говорящая голова. А вы теперь все, благодаря тому, что вы не объединенные, благодаря тому, что вы разделились, не поддержали в январе Алмату, другие города, благодаря вашей нерасторопности, благодаря вашей безактивности, благодаря тому, что вы остались дома, сейчас продают Казахстан за дешевку. Потому что народ сможет только успокоить российская армия. И она свою мощь показала в январе. Против российской армии народ может только объединиться. Либо разделение Казахстана на северные и южные ее части не будет неизбежно. Где будет в северном Казахстане диктатура закона, в южном Казахстане мы построим демократию. Если вы хотите все жить хорошо, не будьте за глупую Северную Корею, не будьте за Россию, не будьте с ними. Что они вам дадут? Кроме диктатуры, кроме рабства. Ничего. Подумайте о своих детях, о своем будущем подумайте. Насколько вы будете тупым вместе с этими людьми, униженными и рабами, с плохим качеством жизни. Поэтому, друзья мои, чтобы такого не произошло, создаем ячейки и будем готовы к 21-22 марта, в день митингов по всему Казахстану. Вот здесь остановлю. Вот смотрите, начало строительства. Первая линия габенной сетки. Видите вот эти подводные реки? Видите вот эти ямы, которые остались в этом, на склоне? Когда они начинали здесь строительство, они сначала в обрыв обрушили того соседа, потом меня обрушили. А на суде потом отрицали, сказали, что такого не было. Первый акт, на основании которого вообще были выделены деньги из городского и республиканского бюджета. 70-80 градусов наклона крутизны. Подводные реки, неограниченное количество, они даже не выравнивали эту гору. Понимаете? И не использовали, сэкономили даже на Они обязаны были, как нам тогда говорили про проект, сваи сюда вбить, через эти сваи химсостав влить для того, чтобы укрепить грунт. После того, как грунт укрепится, они должны были сделать фундаментную ленту, на которую должны были возводить габенную конструкцию, и после ее возведения должны были делать железобетонную подпорную стену. В отчетах, да, в отчетах она по проекту так идет. По проекту идет 272 метра габенной конструкции и монолита. Кусочек монолита видите? Хоть один кусочек. Не то что 272 метра, хоть один кусочек. Железобетонной подпорной стены также нету. Когда я начала искать эту железобетонную подпорную стену, она в конце 22 года нашлась на улице Какинаки, на другом объекте, на другой улице, на которую отдельно 950 миллионов тенге было выделено из городского бюджета в конце 2020 года. Подлогов фальсификации документов куча, просто куча. Мало того, ладно, 3 суда прошли, да, Казниса дает, Касселезащита дает, ДЧС дает с 2020 года заключение, эвакуируйте в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни людей, эвакуируйте.
С 2020 года все игнорируется, с 2021 года. Министр ЧС 10 октября и 1 декабря 2023 года дает указ эвакуировать. Прилагает паспорт объекта. Кстати, где этот паспорт? Обещали, а у меня оба вы забыли. Где паспорт? Имеется в виду этого... По сейсмике этой горы, да. Паспорт, Который МЧС отправлял. Да. До сих пор этого нету, понимаете? Досаев, злоупотребляя своими служебными полномочиями, из-за личной неприязни, из-за того, что я потребовала его отставки в лицо и первое в Алмате, он намеренно бездействует, злоупотребляя своими служебными полномочиями. А тем временем просадка в горе достигла 10 метров. У меня в доме вот такие расщелины. Отопление стоит на максимуме, но дома холодно. Мы, как на улице, чуть ли не в шубах сидим дома. Досаев, я стиру эту ухмылку с твоего лица, и я добьюсь, чтобы тебя привлекли к уголовной ответственности. Ну, строительство же это не при нем же было. Не при нем, это было при сенаторе Макижанове, который все это и натворил. Но Досаев с Самриным обещали, что они примут меры и спасут жизни людей. А потом свои же слова, которые они мне передали через Шурина. Поднимается этот вопрос. Я вот на совещании же бываю. И я уже 5-й год добиваюсь. Аскарбекович этот вопрос поднимает. Они сейчас, я так думаю, что вот сейчас, как решение суда будет, потом уже будут какие-то меры. Суд к нему никакого отношения не имеет. Суд идет между ДВГ и акиматом по факту хищения, по которому опять-таки и этот Ерболат и оказывает давление на ДВГ. Этот рабочий проект, надо было изучить, я тоже посмотреть надо. У меня есть все документы, я могу выслать. Мне давали, да, все. Я понял, это сейчас понял. Он намеренно бездействует, злоупотребляет своими служебными полномочиями. Так же, как и жизни людей, находятся в опасности. По какому праву? Из-за того, что он укрывает этого Макижанова? Ну, пусть тогда вместе с ними и отправляется. Нет, в места не столь отдаленные. Сейчас дом покажешь свой? Да, я все покажу. Сейчас наверх пойдем. Как вы? Ассаламу алейкум, всех приветствую, добрый день. Только что прочитал новость, где президент Токаев, выступая перед молодежным кадровым резервом, призывает всех работать на госслужбе, хочет повысить статус, авторитет госслужбы, зарплату повысить существенно. Я не против, я сам работал на госслужбе. Я поддерживаю это решение, но сейчас я в бизнесе, сейчас я в частном секторе. Вы представляете, вот я уже целый месяц не могу получить лицензию по 3-й категории на строительно-монтажные работы. Столько бюрократии, столько волокиты. Представляете, чтобы зарегистрировать договор аренды на офисные и иные там помещения, складские, там, гаражи и так далее. Надо зарегистрировать через ЦОН. Хорошо, мы заключили договор аренды с арендодателем, пошли регистрировать, да, там как куча документов, надо какие-то документы принести, что-то там, какие-то копии, не знаю. Знаете, арендодатель мне потом сказал: Нур, извини, но я уже устал, говорит. Я сам, честно сказать, первый раз прохожу такое, чтобы получить лицензию на строительно-монтажные работы. 3-я категория, самая, так сказать, первая, да, там низкая категория, да, простые работы. Это столько волокиты, столько нужно документов собрать. Это нужно зарегистрировать людей через Инбек.кз официально, взять им какие-то там документы, аттестации, короче, ну это капец.
столько сложностей. Почему вот эти процессы не упрощаются в центральных и местных госорганах, в правительстве для граждан, да, в ЦОНах? И что толку привлекать молодежь, да, там, если у нас процессы на государственной службе, процессы в квазигоссекторе там, и так далее, да, в бюджетных организациях слишком сложные, слишком трудные для бизнеса, для предпринимателей. Это капец, это... И поэтому вот здесь возникает коррупционные составляющие, да. Я принципиально платить никому не собираюсь. Я хочу законно это все оформить. Не буду давать ни одной тенге. Но чтобы этот процесс пройти, это такой геморрой, извиняюсь за выражение, это капец. Я лишнее время трачу вот на всю эту беготню, на всю эту бюрократию. Я теперь прекрасно понимаю, почему у нас в стране такая коррупция. Легче заплатить, да, чтобы за тебя это все там кто-то сделал, дать взятку. Вот поэтому у нас в стране коррупция. Уважаемый господин президент Токаев, просьба заняться в первую очередь упрощением вот этих процедур, облегчением для бизнеса, для предпринимательского сообщества. Это только я один пример привел, а представьте, таких очень много, сотни, тысячи, чтобы какую-то лицензию взять, что-то, какое-то разрешение взять. Это вообще ужас. Вот как теперь здесь быть? Я решил для себя до конца это пройти, но это такой ужас. Но я его пройду по-любому. Месяц, 2, 3. Сколько потрачу свое время, но пройду. Но я принципиально никому взятки давать не буду и не собираюсь. Хотя многие мне говорят: ну зачем тебе этот геморрой, говорит, заплати, все, говорит, тебе там быстро все сделают. Вот меня удивляет, а как они быстро собираются все это сделать? Что-то, значит, нарушают, что-то, значит, как-то обходят это все. Мне вот интересно. Ну, в общем, буду держать вас в курсе. Это для меня самого, как, так сказать, вызов, челлендж. Кейбір елдер деп қояқшы, иә, қазақты жаугершілікпен, найзамен, қылышпен жаулай алмайтынын білгендіктен небір идеологиялар ойлап тапқан. Соның ішінде қазақтың мына табиғи салт дәстүріне, қазақтың ұстанған мынау ғайып іліммен байланыс, әруақтармен байланыс, аян арқылы, түс көру арқылы болашақты болжау деген сияқты небір хикмет дүниелерін жойып тастау мақсатында әсіре діншілдендіруді жалпыластырған. Соның ішінде татарлар арқылы бізге ислам түрінің небір түрлерін жіберген да. Ислам діні бұл жерде өте таза дін, бірақ бізге әсіре діншілдік кіріп кеткен. Сонымен белгілі бір ұлттар бізге не істеді? Белгілі бір саясат қазақтың рухын сындыру мақсатында оның рухын не көтереді деп зерттеп, оның аспаптары, яғни домбыра екенін біледі да. Күй ойнаған жерде, күй арқылы қазақ өлімді де жеткізген, күй арқылы батырлардың ерлігін, шешендердің шебер сөздерін жеткізгенін, небір оқиғаларды күй арқылы бейнелей беретінін біліп, демек күйде бұлардың бір рухын көтеріп тұрған, ғайып іліммен байланысты өте күшті аспап дейді да. Сонымен не істейді? Домбыраны, музыка, билеу, ән айту бәрі харам, ойбай олар деген жынды ішіне жын кіріп кеткендер ғана не қылады, қолданады дейді да. Бүкіл халықты сөйтіп олай бастайды. Белгілі бір ауылда өте мықты домбырашы, күйші, ата бабасымен жалғасқан, яғни күйдің киесі қонған әулет болады, бірақ соңғы атасынан кейін оның ұрпақтары ешқайсысы оны қолға алмай қояды. Сонымен немересінің түсіне кіре береді, немересі қыз. Сонымен үйлері, ана әке-шешесі өте жұпыны кедей тұрады да. Өйткені ана ата бабадан қалған мұраны жалғастырмаған, жолдары ашылмай қалған. Сонымен түсіне кіріп, қызым сен осы өнерді қолға ал, домбыра деген киелі зат,
деп түсіне кіре береді, бірақ қызы тыңдамайды. Өйткені ол харам, ол ширк деп айтып тастаған. Сонымен бір күні болмағаннан кейін сол немере қызы табынға шыққан кезінде көзіне көрінеді ғой. Атасы көзіне көрінеді де тірідей, қызым енді бұны алмасаң саған өте қиын болады деп шошып кеткен. Қызы келіп жаңағы атасынан қалған киелі домбыраны қолына алған кезде өзінен өзі күй төккізген ғой. Күй төгіліп жатыр. Өмірінде ешқашан домбыра ұстап көрмеген қыз күйді төгілтіп шертіп жатыр. Кигіз үй билеп тұр, селкілдеп билеп тұр. Сонымен бұны көрген сол кездегі жаңағы исламды әсіре діншілдендіру мақсатында жіберілген жабдайшаптары белгілі бір ортаның, ойбай, мынау енді қазақтың рухын көтеріп тастайтын болды дейді да, анау көрдіңдер ма, ана кигіз үйді билетіп тұр, мынаның шайтан істеп тұр, жын істетіп тұр, бұны басқа ешкім істете алмайды бұндайды деп, бүкіл ауылды ана қызға қарсы қылып, ақыры ана қыздың ішіне жыңғырып кеткен, бұны тазалаймыз дейді да, өзі апарып алып ұрып соғып, одан қайт келгенде өлімші қылып, тағы бұны ауылдан қумасақ болмайды деп таспен лақтырып, соңында талып қалса бұл өліп қалды деп жаназасын шығарып, бір күнде үйіне қалдырмай көміп тастайды ғой. Сөйтсе көмген кезде өзінің анасының жаңағы жасауына берейік деген, анасы марқұм болып кеткен ғой, жасауына берейік деп арнайы соқтырған күмістерін бәрін бірге жерлейді ғой. Сөйтсе сол күмістері үшін ана ұрылар, ауылдың ұрылары, мына қыз енді өлер адам өліп қалды, ана күмісін сатып бірдеңе қылайық деп қабірін қазған кезде ана қыз жыбырлап жатады ғой. Сонымен жаңағы ұрлықшылардың арқасында ол қыз тірі қалып ауылға келеді, кебінін сүйретіп, ойбай деп ағасы мен жеңгесі шошып кетеді. Ойбай, мынау шынды екен, мынау жыңғырып кеткен екен, шайтан екен, мынау қайтадан тіріліп алған естеп, сонымен ол қызды ауыл болып өлтіріп, әйтеуір не керек өлтіріп тырнады да. Сонымен енді ана кісінің киесі, жаңағы домбыраның киелі иесі кімге қонады? Көрші ауылдағы осы домбырамен әуестенетін, домбыраны үйреніп жүрген бір қызға қонып, енді сол кезде ана қызды жыңғырып кетті деген кезде домбырасын бірақ күл паршасын шығарып сындырып тастайды ғой. Ол кімге керек? Ол жаңағы әсіре діншіл анау Қарамолда деген адамға керек қой. Қарамолдамын деп өзін сөйтіп таныстырады елге, мен атақты, мен кереметпін деп. Сонымен елдер соға сеніп қалған ғой, енді не істейсіз. Сонымен сол бүкілдей шаптырып тастаған. Сонымен ана қыздың түсіне кіріп, аян болып келіп, ана домбыраны қалай құрастыру керектігін, оны белгілі бір әулиеге апару керектігін, сонымен аян арқылы айтып отырады. Ол қыз істеп отырады. Енді ол қыздың көкірек көзі ояу қыз болады ғой. Сөйтіп ол белгілі бір үңгірде өмір сүретін әулиеге жасатып нақты иесіне табыстайды. Ол иесі болса біздің қазіргі Құрманғазы Сығырбай атамыз болатын. Сонда қазақ бұрыннан өте бір ғайып әлеммен байланысып, әруақтар арқылы, аян алу арқылы болашақты болжап, рухты көтеріп, салт-сананы ұстанып, мынау бүгінгі дүние мен ертеңгі дүниенің ортасын жалғап отырғанда, ал енді белгілі бір ұлттардың араласуымен, белгілі бір ағымдардың араласуымен біздің халықтың салт санасы, мынау көкірек көзі мүлдем жабылып, екі ортадағы жіпті үзіп жібергеннен кейін біз кәрі сенделіп, қайсына сенер, қайсын сенбесімізді білмей жік-жікке бөлініп қалдық. Сол үшін бірінші кезекте біз өзіміздің қазақи идеологиямызды, яғни қазақи салт санамызды қолға алып, ата-баба аруағын жиі еске алып, олармен біздің болашағымызды байланыстыратын ортадағы үлкен жіпті қайтадан жалғауымыз керек.